Бәріңе сәлем. Бүгін біз қазақ мәдениетіндегі жеті ата дәстүрін қозғаймыз. Қазақтар өз жеті атасын біле ме? Ол қандай дәстүр екенін білу үшін соңына дейін қара. Кеттік. Жеті ата деген не? Соны түсіндіріп бере аласың ба? Әке жағынан шежіре ғой, жеті атасы. Оны бүгінгі күні білетін адам бар, білмейтін адам бар деген сияқты. Мен өз басым мысалы енді жеті атаға дейін білмейді екен, өкінішке қарай. Өзім сұрастырып көрдім, бірақ белгілі бір себептерге байланысты білмейтін болып шықты ол кісілер. Жеті ата деген біздің жаңағы ата бабамыздың шежіресі. Жеті ата деген бұл жалпы үлкен ұғым ғой. Аталарымыз енді айтып кеткен ғой. Жеті атасын білмеген адам ол жетесіз деп. Жеті ата деген, ойбай, оны не деп айтуға болады екен. Жеті ата негізінде болған жақсы ғой, қан алмасу болмайды, туыстарына үйленбейді деген сияқты. Тағы не деп айтуға болады. Жеті ата деген не? Түсіндіріп бере аласыз ба? Жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер дейді қазақта. Сондықтан енді жеті ата әр адам өз жеті атасын білу керек. Себебі бұл біздің тарихымыз. Мысалы бұл көне заманнан келе жатқан ылғи қазақтар негізі сондай салт бар. Ылғи Құран оқытып, енді Құран бағыштап отырады жеті атасына. Себебі олар біз үшін ана дүниеде бір өзіміздің қолдап жүреді деп ойлаймын. Жеті ата қазақтың ежелден келе жатқан үлкен салттарынан бірі. Яғни жеті атаға қарап қазақтар бір қай елден шыққанын, ата бабаларының қай елдің жұрты болғанын біле алады. Және де ең үлкен маңызы ол қыз алып беріскен кезде қанның тазалығына қараған ата бабаларымыз. Және де алыста қалған қазақ руларымен араласу үшін осы жеті атаны қалыптастырып, оны сақтаған деп айтамын. Жеті ата деген кез келген адамның жаңа жеті ұрпақ бойғы аталардың тізімі, әкесі, оның әкесі, одан кейінгі атасы, арғы атасы, төбе атасы деген сияқты. Жеті атасының кәдімгі тура мағынасында жеті атасының атауы ғой. Ата деп біздің бабаларымыздың ер кісілерден таралатын үрім бұтақ қой. Менің әкем Ибрагим, Ибрагим әкесі Қопа, Қопаның әкесі Нияз, Нияздың әкесі Кейтен, Кейтеннің әкесі Күшен, Күшеннің әкесі арғы атасы Қырмаңда болып кетеді. Жалпы жеті атаңызды білесіз бе? Білем, жаңағы бір рет қайталап жерін. Жаңағы мен әкем Қайыртай, Кенжеш, Нұрбай, Мәді, Қонеке, Сәдіғұл, Бағұл. Найман атадан тараймыз, Мырзас руынан. Енді менің есім Руслан болады. Менен кейін мен әкем аты Ғалымжан. Әкемнің әкесінің аты Алихан. Одан кейін Мектепбай. Одан кейін Сәрсенбай, Жұмағали, Нағашбай. Өзіңіздің жеті атаңызды атап бере аласыз ба? Я атай аламын. Мен мысалы кіші жүзден боламын, шекті, соның ішінде әлімнің Қабақ, Қалыбек, Есімбай, Мәмбетірза, Сұлтан, Амантай, сосын қазір айтам Бақытжан, өзімнің әкем Рүстемжан и мен. Игілік, Аюбай, Дөңбекбай, Аду. Мен нақты төртеуін ғана білем. Өзіңіздің жеті атаңызды білесіз бе? Білем, бірақ айтпаймын. Жарайды. Біз бүгін суретші Мөлдір Қарубайқызының Астанада өтіп жатқан жеті апа атты көрмесіне келдік. Неге жеті апа? Және бұл ой, концепция сізге қалай келді? Сол туралы айтып берсеңіз. Жақсы. Негізі жеті апа концепциясы, ойы, бұл өзіне көңіл аударту үшін. Тақырыбы сондай шулы. Әйелдің басындағы, біздің заманымыздағы әйелдің басындағы проблемаларды айту. Ол жаңа зорлық зомбылық не үшін болып жатыр, сосын жаңағы зорлану, ұрылу, сосын жаңағы жұмыс орындағы теңсіздіктер. Көп қой енді әйелге қатысты нәрселер. Яғни бұл бір феминистік көзқарасыңызды көрсеткіңіз келді ғой, феминистік көзқарасты көрсету мағынасында жасалған. Именно барлық жұмыстарында соған арналады. Әйел адамның орны бар, бірақ бізде әрине қазақта әйел адамды жоғары қояды, барлық жерде бір айтылады, бірақ істелмейді ол. Шежірені жеті атаны білу қаншалықты маңызды деп ойлайсың?
маңызды ма? Негізі бұл енді өте маңызды. Бұрындар оны қанның тазалығы деп жатады ғой. Сол үшін маңызды деп ойлаймын, негізі. сіз негізі сол жеті атаны білу қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Енді сен қаның біріншіден кім екенін білесің. Қандай текті отбасыдан шықтың ба, жоқ тексіз отбасыдан шықтың ба, оны да білесің. Өзің алдыңғы аталарыңа қарап, сенің болашаққа деген жоспарың, өмірің қалай жалғасатынын да білесің. Ал жалпы шежірені, жеті атаны білу қаншалықты маңызды деп санайсыз? Бұл өте маңызды, себебі әр жанұяның бұл тарихы. Егер тарихты негізі білу керек. Оны ер адамдар мысалы өз балаларына айтып отыру керек. Енді ұрпақтан ұрпаққа аманат ретінде. Бұл негізі біздің аманатымыз, біздің тарихымыз. Мысалы қазақтар бір-бірін көріп қалып ұру сұрасқан кезде бір рудан болса, жаңа інім екен, ағам екен, қарындасым екен деп араласып жатады. Сол адамдардың арасындағы әлеуметтік байланысты сақтап тұру үшін қажетті нәрсе ғой. Сол шежірені білу, жеті атаны білу қазақтар үшін неге маңызды деп ойлайсыз? Енді әрине бұрын қазақтар көбінесе руымен бірге өмір сүрді ғой. Сондықтан жаңа өздерінің арасында қан араласпау үшін басқа жерден барып аталарын біліп, сондықтан жаңа тұрмыс құрғанда оның генетикалық жағы бар, мәдени тәрбиелік жағы бар, моральдық жағы бар деген сияқты. Жалпы ол қауіпсіздікке де болашақ ұрпақтың қамын ойлауға байланысты туындаған дүние ғой. Сосын жаңа сіз айттыңыз, жеті апа деген ол жеті атаға қарсы түсінік емес деп. Біз осы кеше ғана көшеде адамдарға сұрақ қойдық. Жеті апаңызды білесіз бе дегенде тек бір адам ғана біледі екен, сол айтып берді. Сосын адамдар шынымен түсінбей жатады, жеті апаның керегі не деп. Сол қалай ойлайсыз, қазақтар үшін жеті апаны білу қаншалықты керек, ол нені ашады деп ойлайсыз? Жеті апаны енді біз оны қанша тырыссақ та қазір біле алмаймыз, өйткені ол ұмытылып кетті ғой. Біз оны болашақ ұрпақтар білуі мүмкін. Мысалға менің қызым, оның қыздары, солардың апалары мықты болғанды кезінде ерлік жасаған, хотя бы сол жағынан. Енді біз қан тазалық жағын менен зерттеп көрмедім, оған жауап бере алмаймын. Жеті ата сияқты қаншалықты ол маңызды екен. Бірақ ерліктері үшін, әжелерінің осы өмірге алып келгендігі үшін, соншамалы баланы қарайтын ана деп айтады ғой. Бүкіл үлесті ана қосады да, құрмет үшін ғана есімдері жатталып қалса, ол керемет болушы еді. Біліп жүрсек, ұмыттырмай. Ал шежіре неге ер адамнан басталады? Сол туралы ойланып көрдің бе? Шежіре неге ер адамнан басталады? Жеті ата негізі ер адам жағынан басталады ғой. Сол не себеп деп ойлайсың? Бұған қатысты мен негізі ойланып көргем. Ол жағы қызық енді, бірақ жауабын білмеймін. Жеті атаны, шежірені ер адамнан неге бастайды, соны қалай қарайсыз, соны түсіндіріп бересіз? Енді орысша себебі ер азамат бұл оның үлкен қалай еді, продолжитель рода дейді ғой орысша. Жалғасы, отбасы, содан ер азаматтан басталады ғой. Қыздар негізі жазылмайды. Бірақ мен өзім шежіремде жазылғанмын шежіре кітапта. Себебі мен жалғыз қызбын, жалғыз баламын. Бірақ негізі мен білем, қазақтар тек қана ұлдарды ғана, енді немерелерін ғана жазады. Жеті ата деген негізі шежіре ғой. Сол шежіре неге ер адамнан басталады? Сол туралы ойландыңыз ба? Ол жағын айта алмаймын. Қазақта неге жеті ата ер адамнан басталғанын білесіз бе? Себебін? Себебін білмеймін. Енді ол меніңше ерте кезде шыққан ғой, орта ғасырларда, одан бұрын, сосын ол кезде бүкіл әлемде патриархалдық қоғам болғасын, бүкіл нәрсе ер адамнан басталды. Енді бұл ерте заманнан қалыптасқан ер кісі, елдің басшысы, үйдің басшысы, ер азаматтар. Сондықтан бізде енді 90% ер кісіден басталады бүкіл әлемде. Тек бірін сыран халықтардың әйел жағынан саналатын болса, қалғандарының барлық елдерде ер кісі патриархаттан басталады. Қазаққа жеті апа керек пе? Апаларды білген дұрыс, бірақ ер адамның маңыздылық орнын білдіру үшін әке жақтан қарағанда. Мысалы мен жеті апамды білмейді екенмін. Ол жағын даже білмедім. Ойлаған жоқпын ол жағын. Мүмкін болады.
қазақта неге жеті апа жоқ деп ойлайсыз, және ол бізге керек пе, қалай ойлайсыз? негізі керек, себебі бәрі ана, енді ана баланы дүниеге ана келеді ғой, ана тәрбиелейді, енді әкелеріміз жұмыс жасап жүреді, енді үйде көбінесе ана, сондықтан ананың да негізі ананың да жолы үлкен. Мысалы үшін шежірені әйел адамнан бастауға қалай қарайсыз? Жеті апаны білу керек пе? Керек деп ойлаймын. Мен ол жағына қарсы емеспін. Ал шежіренің әйел адамнан басталғанына қалай қарайсыз? Оған қарсысыз ба, келісесіз бе? Жоқ, қарсы емеспін. Енді басталған басталмағанын білмеймін, бірақ қыздарды да жиендер жақты дейді ғой, сонда жеті ата қосқан дұрыс деп ойлаймын өзім. Жарайды. Ал өзіңіздің жеті апаңызды білесіз бе? Жеті апамды жоқ, жетеуін білмеймін, бір төртеуін білемін. Ал жеті апа деген түсінік пайда болып жатыр. Сіздің ойыңызша шежіреде әйел адамдардың есімі болу керек па, аттары болу керек па? Енді азаматтық қоғамда мүмкін болу керек шығар, себебі Еуропада кей кісілердің фамилиясы шешесінің де әкесінің де атын қосып жүр ғой. Мария Стюарт Бәленбай дегенде екі қос фамилиям жүр. Ол енді өздерінің дәстүрі шығар. Біздерде енді шығыспыз ғой. Шығыста қанша дегенмен басқаша. Жоқ, апаларды білем, бірақ тап жаңағыдай шежіре сияқты біле қоймаспын. Жалпы жеті апа деген ұғымын ары қарай сіз жалғасуын қалай қарайсыз? Өте жақсы. Мен жеті атамды да білем, жеті апамды да білем ғой. Сол апаларымды да білем. Сол айтып бере аламын. Постоянно анау жұмаға барған кезде дұғаларыма қосып отырамын, осы аталарым қайтыс болған, апаларым құрметтеріне сол жаңағыдай Құран бағыштап еске алып отырамын да. Енді айтып берейін енді жеті жаңағыдай апамызды. Менің анамның аты Гаухар. Оның анасының аты Рая. Одан кейін Раядан кейін Сәрсенкүл апамыз. Одан кейін Майра апамыз. Одан кейін Нұржамал, одан кейін Кенжекүл апамыз. Сол қанша болды? 5, 6. Аха. 7 болды ма? 6 болды ма, 7 болды ма? Кенжекүл, сосын Майра деген апамыз бар. Сол кісіні де қосып қойып енді. Примерно сол 7-6 апаларымыз айттым ғой енді, қолымнан келгенше, еске түскенше дегендей ғой. 7 аталарыңызды біліп жүріңіздер, және де 7 апаларыңызды біліп жүріңіздер. Қазақ ел жасай берсін, ұрпағымыз өне берсін, каналдарыңыз дамай берсін. Жақсы, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.